Муғазалиттермен болған ғылыми пікір талас. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Ғазали сөз алып былай деді: әрине, Алла тағала құлдарына өз қалағанын жасайды. Аллаға ештеңеге мәжбүрлі, міндетті емес, тіпті құлдар үшін пайдалы іс жасауға да. Өйткені оған ештеңе міндет деп саналмайды. Енді мен сізден Алла тағаланы жасаған істер үшін жауапқа тарта аласыз ба деп сұрасам. Ғазалидің еркін сөйлеу стилі барлығының назарын бірден аударды. Ол сөзін мысалмен жалғастырды. Айталық, сіз айтқан түсінік бойынша ақыретте мұсылман бала мен ересек адамның дәрежесі салыстырылады деп елестетіңіз. Муғтазилилердің пікірінше, ересек адамға баладан жоғары деңгей беру Алла тағалаға міндет болып қалады, солай ма? Барлығы Ғазалидің сұрағын үнсіз тыңдап, нәтижесін үнсіз күтті. Ғазали сөзін жалғастырды. Сонда сіздің пікіріңіз бойынша бала, Раббым, неліктен балиғат жасына жеткен адамның дәрежесін менен жоғары көтердің деп сұраса? Сіздің пікіріңіз бойынша Құдай оған. Өйткені ол өсіп, балиғат жасына жетіп, ғибадат жасады, жақсы іс жасады деп айтуы керек. Сонда бала, мені балиғат жасына жеткізбеген өзіңсің. Құлдарың үшін ең пайдалы істерді істеуге міндетті едің ғой. Неге менің өмірімді балиғат жасына жеткенше ұзартпадың? Балиғат жасына жеткендерден дәрежемді төмендеттің. Бұл сенің ең жоғарғы әділдігіне қайшы емес пе? Деп сұраса, сіздің пікіріңіз бойынша жауап Алла тағала. Егер мен балиғат жасына жеткеніңде маған басқаларды серік етіп, маған қарсы шығатыныңды білгендіктен, жас кезіңде қайтқаның сен үшін жақсырақ іс болды деп айтты деп санайық. Барлығы Ғазалиді мұқият тыңдап, істің нәтижесін күтті. Ғазали сөзін жалғастырды. Ғалымдар! Бұл жауап, мутазилиттер мен солар сияқтылардың пікірлері Алла атынан айтылатын жай сылтау ғана. Алла сақтасын, бұл сылтаудың кері жағы, мүлдем басқа мағынаға алып келеді ғой. Мысалы, бұл сылтау бойынша, кәпірлер тозақтың ең төменінен, Раббымыз, біз балиғат жасына жеткенде саған серік қосып, күнәһар болатынымызды білдің. Онда неге бізді кішкентай кезімізде қайтармадың? Бізге қайырлы іс жасау сенің міндетің еді деп айқайлайды ма сонда? Ғазали терең тыныс алып сөзін жалғастырды. Мен келтірген бұл мысал Алла тағала пендеге тек ең пайдалы істі ғана жаратуға міндетті деп айту мүмкін емес екенін көрсетеді. Бұл туралы айтуға болатын жалғыз нәрсе, ол жаратқан өзін хаким деп атаған. Сондықтан жаратқан барлық ісін хикметпен, даналықпен жасайды. Сондықтан Раббымыздың жасаған істері ең көркем және ең пайдалы іс саналады. Барлығы үнсіз қалды. Ғазали кітапты жапты, талқылау аяқталды. Кейбір ғалымдар дереу жиыннан шығып тарап кетті. Ғазали болса айналасына жиналған ғалымдармен біраз уақыт әңгімесін жалғастырды. Ертесі күні ғылыми талқылау тағы да жалғасты. Ғазалидің ғылыми кеңестің екінші күні пікір таластардағы даңқы алысқа жетіп, көшедегі адамдар оны жақыннан көру үшін кезекте тұратын. Ғылым әлемінде жаңа жұлдызға айналып, сол кезде көпшілік арасында ең көп ізделіп, мекен жайы жиі сұралатын да мемлекеттің жұмысын мұқият зерттеп, әр мәселе бойынша кеңес алатын ғалымға да айналды. Оның үйі ғылыми талқылаулар өткізетін орынға айналды. Бір жағынан еңбектер жазумен айналысса, екінші жағынан ғылыми талқылауларға қатысатын. Ғазали үйге келгенде, кішкентай қызы Хадиджаны еркелетуге де уақыт таба алмайтын. Мәтінді дайындаған. Сарғайған парақтар сыры видео арнасы.